Бақыт Сарыбалаұлы. Өр Алтайда өскен, өрт өмір кешкен. Әдетте біз бүгінгі өмірімізде қандай бір жағдайға жолықсақ та, әсіресе өлең, өнерге қатысты бір жайтқа жүздессек те, айталық, бұрын бейтаныс бір адамның жаңа әдеби талабына, шығармашылық қадамына тап болсақ, абыз ақынымыз Абайдың мына бір жыр жолдары, ордалы ойлары бірден жадыңда жаңғырары бар. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Немесе өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Бұл айтылғандардан аңғарылатыны өлең, өнер ешкімнің жеке меншігі емес. Әркімнің де жазуға, әдеби туынды жаратуға хақысы бар. Мәселе әйтеуір жаңа шығарма жазуда емес, оны қалай және шынайы әдеби көркем өлшем талаптарға қаншалықты сай жазуда. Осы әдеби көркемдік биіктік деңгейлердің қай тұсынан көрінесің? Соған орай жаңа туынды перзенттің тағдыры да тиісінше төмен, орта қол, озық, өте жақсы болып түзіліп, автор иесін төбеге не шыңға шығарады. Әйтпесе қанат қақтырмай жер бауырлатып шыңырауға құлатады. Демек, ол жерден көтерілмесе, шыңырауға құласа, шала жансар өлі туғаны. Төбеден табылса жаман емес, бірақ жүзден жүйрік емес. Ендеше оның да оқырман қажетін ойдағыдай өтеуі екіталай. Қашанда бізге, халыққа керегі, әрине, жаңа озық шығарма. Ол шырқаудан көрініп жатса, тіптен тамаша. Сонда жаңадан жазылып баспадан жарық көрген туындының мұндай жаман, жақсы, не өте жақсы шығарма екенін неден және қалай білеміз? Әрине, жоғардағы Абай айтқан биік талап өлшемдерге қаншалықты жауап бергеніне қараймыз. Жаңа қалың романға, қара сөзбен өрілген шығармаларға жауһар жырдағылардай кілең сөз патшасынан, сөз сарасынан түзілуі қиында шығар. Алайда гап жарқылдаған сыртқы сұлулықта да емес, нысана етілген тарих, тағдыр, таңдап алынған сол кездегі өмір, көңіл шындығына неғұрлым сәйкес ішкі көркемдікті. Қажетінше қаланған, өз орнын тапқан, жеткілікті төл ажар бедерін тапқан сұлу сөз сөйлемдермен жазылуда. Яғни қандай да бір жаңа шығарма, аты затына сай мазмұндық тұрғыдан жаңалық болуы шарт. Екіншіден осы таң мазмұн, тақырып, өмір шындығы, сол өткен тарих өмірдің өзіндегідей алуан адамдар арасындағы күрес, тірес, бақ пен сор тынысын, тақ пен ор, махаббат пен ғадауат майданың қарымды да нанымды қанағаттандырарлық әдеби көркемдік деңгейде жеткізе алған шеберлігімен қанағаттандыруы қажет. Өз басымыз жуырда қолымызға тиген Қытайдан қоныс аударған қандас қаламгер Баяхмет Жұмабайұлының Үш қиян баспасынан жарық көрген Ақыт атты деректі романына да жоғарыда айтылғандай әдеби өлшем, көркемдік талаптардан келдік. Алғаш оқуды күдіктеніп, кібіртіктеп бастағанымызбен шығарма бірте-бірте өрбіген оқиғалар, байыпты ойлар, алуан психологиялық желілер, кейіпкерлердің қам қарекет, құлық қылықтары, неше түрлі көңіл күйлері, ақыл сана сарабы арқылы дамып, ширығып, аумалы төкпелі заманы талқысына түскен, жылы орындарынан қозғалып қобдаға ауған,
қайта кері ежелгі қоныстарына көшкен Өралтай қазақтарының қилы да қаржасқан тағдырына, қызықты да қасіретті тарихына куә етеді. Айтпақшы бірден бас айтарымыз, бұл Ақыт романы таза әдеби көркемдік тұрғыдан жазылған. Әйтпесе социалистік не капиталистік реализм тәсілімен бой сой түзеген көлемді шығармай емес. Сондықтан оны қалыптасқан әдеби көркемдік өлшемдермен ғана таразылауға болмайды. Сондай-ақ оны әлемдік әдебиетте бүгінгі күні басымдық алып отырған постмодернистік әдіс, моделдік ұғым-мұғымдармен қарастыруда қисынсыз. Ол ғасырлар бойы туған әдебиетімізге тән, етене, кәдімгі шыншылдық амал. Ең дұрысы әдеби көркемдік тәсілден туындаған деректі ғұмыр баяндық шығарма. Негізгі орталық кейіпкер Қытай және Моңғолия қазақтарының мәшһүр классик ақыны Ақыт Өлімжіұлы. Айтпақшы, ол талантты ақын ғана емес, өмірде атақты ағартушы, ғұлама, қажы, қазы да болған адам. Бір қазақ үшке бөлініп, тарихи атажұрт Қазақстан орыс отаршылдығында тапталған заманда, Шығыс Түркістанды мекендеген қандастарымыз Қытай мен Моңғолия қарамағында бодандықта жатты. Айтпақшы, қазір де солай. Ал басында еркі жоқ Қазақстан қазақтары Өр-Алтайдағы қандастарына қалай қарайла салсын. Осындай жағдайда Ақыт Өлімжіұлы Өр-Алтай өңірінде білім шырағын жағып, имандылық нұрын таратып, өлеңдерімен халқын оятып, өз өлкесінде Өр-Алтай абайының міндетін атқарғаны ақиқат. Романда міне осы ахуал шындық жан жақты ашылып, тұтастай қарастырғанда да жақсы жеткізілген. Ең бастысы мұнда ақын, абыз, дін және діл қайраткері Ақыт Өлімжіұлының толық тұлғасы сомдалған. Біз бала Ақыттың дара, дана ақытты қасқарына көтерілгеніне дейінгі өмір жолын, өсу белестерін көреміз. Әсілі ақиық ақын асыл азамат болып алаш арысы асқарына көтерілген Ақыттың да туған топырағы, өскен ұясы, бағындырған қиясы бар. Өмір шындығы да солай деп білсек, автор жазушы Баяхмет Жұмабайұлының туындысы міне осы өскен құтты қонысты бедерлеп, сәби Ақыттың дүниеге келуін, оған тірек текті қайнарды таныстырудан басталады. Әппақ сазандай баланы Өлімжінің кіші әйелі Бәкеш үкідей ақ жабағыға орап құшақтап тұр екен. «Бұл менің балам», деді Бәкеш сәбиді құшағына қысып. «Жібек менен бұрын бала көтерсе қайдет? Мен осы босағаны аттаған соң жібектің қанасы жібімеді ме?» Төсегінде жүзі балбырап жатқан жібек жымия, «Ақылыңа бас, Бәкеш, екенені телемген құлын неденген болушы еді? Екеумізге де бақыт қой», деді жаратылысы сұлу жібек. Тұмса туыт болса да, көңіл күйінің сергектігінен болар өңі тіптіден нұрланып. Көп жылдан бері балаға зар болған өлімжі шаңырағын қуаныштың шаттығы кернеп, үлкен кіші түгел өрлі ғырлы шапқыласты. 5-ші бет. Романның алғашқы сөйлемдері болмаса да, осы үзіндіден ақ Қарымсақ қарттың отбасының берекелі отбасы, ұйыған ұя екені байқалып қалады. Өлімжінің көп жыл бала көтермеген бәйбішесі, тәні де көрікті әйелі жібектің, жаны да сұлу екені тоқал Бәкешке кеңдігінен ақ көрініп тұр. Мұндай ұлттық бітімді нағыз қазақы отбасында бала баяғыдан ақ екі әйелге де ортақ. Өлімжі отауының есігін жақындашқан Бәкештің ақылдылығы, жоғардағыдай жақсы нышанды алға тартуынан ағаңдалса,
Жібектің екананың қамқорлығын көрген перзенттің жарып, жарқырап өсетінін байыптауы отбасындағы шын ынтымақ пен ырыстың белгісі емес пе? Ендеше атасының оған жібек десе жібек қой осы балам. Екі нарды емген бір бота берекеге шақырарын аңғарып тұр ғой. Даланың жауынан емес, отбасының дауынан қорқатын бабаларымыздың даналығын бойына сіңірген нағыз асыл бекзаттық деген осы, деп қуана берген бағасына бас изесек орында. Өйткені бұл жібектің бүгінгі бір қылығына ғана емес, осы шаңырақтың табалдырығын аттағалы бергі барлық қам әрекеттеріне де берілген баға десек те артық емес ау. Қарымсақ қартта ақылды дана қария. Алғашқы келіні көп жыл құрсақ көтермесе де оның құтты жерден екенін бағалап, бәрінен де келіннің тектілігіне тәнті болып кең ұстауы, ұлымен тең ұстауы осының көрінісі. Қысқасы пейіліне мейір сай қарымсақ қарт шаңырағының тұңғыш немере Ақыт кіндік кескеннен кейін ақ бағашылып, оған ырысты құт қона бастағанын көреміз. Шынында да бұл осы үйдегі жанған бақтың, қонған құттың бас екен. Автор айтқандай қарымсақ әулеті құбақан тірлік кешкен қоңыр қалта ауыл болса да, сүйікті келіні жібек босанып, ақ жолтай нәресте Ақыт дүниеге келген соң, ақ түйенің қарны жарылып, қария барын төгіп, сақтағанын сөгіп, той томалақ жасады. Осы ақ ниетіне орай молқы ұруының белгілі биі жуанған мен Бөстек сал шаңырағына келіп қуанышқа ортақтасып, бауы берік болсын айтты. Мұның өзі де бұрын көрмеген игілік, басқа қонбаған мерей еді. Біз осы жерде мұндай мәртебеге ортақ болып қана қоймай, қазақтың бір үлгі дәстүр үздік салтына да куә боламыз. Жуанған бимен бөстек сал келет деген хабар жетісімен үлімжі оларға арнап арнайы үй тіктіреді. Бөстек алтындаған ер тұрманы толық, есікпен төрдей құлашы бар атқа мініп, аттың төрт аяғына сылдырмақты білезік салыпты. Ат үстіне мәутіге зер жіппен оқа түсіріп, кежім жауып, аттың шоқтығына желкіл деген үкі тағыпты. Өзі оқалы хан қалпақ, ұзын қоқан тонын киген екен. Қоқан тоны аяғына шұбатылғанда оқаланған шалбардың балағы ғана көрінеді. Беліне тартқан кемер белбеу, кісе оқшан тайлардың күміс құймалары, асыл тастан салған көздері күн көзіне шағылысып, жалт жұлт етіп нұр ойнайды. Ауылға таяқ болған бөстек алдынан шыққан ауылдың қыз келіншектерін көрген жерден атынан түсе сала қалың шалғынға сұлап жата кетті. Алуан түрлі сәнді киім киген ауылдың қыз келіншек боз балалары үкілерін бұлғақтатып, алқа, сырға, шолпыларын сылдырлатып, сыңғырлай күліп көзін тас жұмып жатқан бөстектің аяқ қолынан қаумалап көтере жөнелді. Көзін ашқан бөстек енді өзі жаяулап баратынын өтінген еді. Қаумалап көтергендер әй-шайға қаратпай арнайы атап тіккен ордаға бір-ақ алып кірді. Сал келісімен ән борап, күй күмбірлеп, үлімжі ауылы дыр-думанға қайта бөленді. 9-10 беттер. Арнайы киіз үй тігу, салдың салтанаты. Оның аяқ қолын жерге тигізбей құрметтеп, үйге көтеріп кіргізу, жарқын да жарасымдақ салт. Бұл кезде молқ емес, бүтін керейге аты мәлім, айтқаны өтіп, әмірі жүретін жуанған би келген соң, қарымсақ қартта жаңғалсын ба? Көк қасқатайын көлдінің тартып, қане, ықылас деді. Қарымсақ жастарға бата сұра деп те жатпай, сақалы желбірей алақан жайып. Ақсақалау,
Мына қызықтың асы жетер, неге әуре болдыңыз? Деді Жуанған шын пейілімен. Әй, Жуанған, мен де бөтенің емес, әкеңді көрген жанмын. Мынау елдің қайырлы қара жұртына бұлайша ырғалып жырғалып отыруы, марқұм әкең мәйті мен ел бастаған көсем серкедей сенің әкең. Бір көк қасқа емес, үйірлі жылқы жесеңде көптік етпейді, деді Қарымсақ ақтарыла. Екі жанары оттай, енді тәрбиелеп өсірген сақал мұрты қара көмірдей болып сұлу бейнесіне құп жарасқан орта бойлы Жуанған Қарымсақ қарттың айтқанынан қайтпасын аңғарды да. Құдай жарылқа, жақсылықтан арылтпа, жоқшылыққа тарылтпа, тумаңыз тұмарлы болсын, бірлікке құмарлы болсын. Иманға іңкәрлі, еліне сындарлы болсын. Аллаху әкбар, деді. Ой, рахмет, батаңдарысын. Дуалауыз сіздей адамның берген бұл батасы Алланың құлағына шалынсын, деді разы болған Қарымсақ қарт. 10-шы бет. Ақ бата, қадырлы қонаққа арнап тай сою. Бұл жол жоралғылар оқыған тоқыған егде біздерге таңсық болмағанымен, қазіргі жас ұрпаққа жетпейтін қазақтың бала жандылығы, 5 күндік тіршіліктің мәні де, сәні де екенін бағамдататын қымбат салт дәстүрлер ғой. Тіпті басқа ұлыстарға да білу қажет, жұқса артық емес салт дәстүрлер. Осындай қазақи ортада өскен, әу бастан талағында бейті бар ақыт бала кезінен ақ басалқалық байқатып, қатарынан озып, кісілікке ерте мойын созады. Сол себепті де өлімжі ауылына ел ағалары ақытты көру үшін де келуді шығарады. Бас қосудан қайтқан игі жақсылар жол жөнекей ойға алған тағы бір жұмыстарын тындыра кетуді жөн көріп, Қаранордағы өлімжі отбасына келіп түсті. 13-ші бет. Бұлардың ішіндегі жұрт бәлекең атандырып жіберген тілеу, бала ақытпен арнайы тілдеседі. Нешеге келдің, балам? 11-ге. Қара таныдың ба? Қара десеңіз, мен әліп, би, тиде жүргенім ғой ата. Құран таныдыңыз ба деп сұраңыз, деп қу тыңдады ақыт. Қане онда, оқыған кітаптарыңның біреуін айтшы. Ақыт орнынан тұрып кереге басына ілінген тері сөмкеден Ләйлі Мәжнүн қисасын алып, от жарығына таяп, мақамына келтіріп, оқи жөнелді. 22-23 беттер. Бұқарадан оқып келген Мырзабақ мұғалімі болып, тәлім үйреткен ақыттың 10-11 жасында Құранды танып, Ләйлі Мәжнүнді, Абылай хан туралы жыр, тағы басқа кітап қисаларды тарқатуға көшуі, әрине, сол заман баласы үшін үлкен игілік, зор озықтық. Әрине, ақыт та тегін бала еместігі ақиқат. Бұл жерде тоқтала кететін тағы бір жайт бар. Біз сол уақыттардағы қазақтарды оқымаған қараңғы қазақ десек те, олардың өзара ұсақ түйек намыс, руғамы, ата намы, сәл дүние үшін қырқысып басынан сөз асырмай, алтыбақан алауыздық таныта жүрсе де көкірек көздер соқыр еместігі, елдік, халықтық тарихын түгел білетіндігі, алаштық аружданнан да аулақ еместігі қуантарын айта кетсек те жөн. Әттең, оларды ойлантып, оятуға ел бастар көсем, ортаға отты сөз тастар шешен жетіспей жатқан аңғарылады.
Ал бұдан да өтер әттең, әрине қазақтың сол замандағы қиратып, ширатар өркениеттің тезінен өтпегені. Жеке бостан ұлыс құрып, жан жағындағы мемлекеттермен тайталасып байқасар мемлекеттік мектептің жетпегені. Сол себепті артта қалғандықтан да феодалдық, қоғамдық сана билігінде. Сондықтан да әлі аңқау, әлі адал. Міне, біраз би, батыр, серкелердің бала ақытты арнайы іздеп келіп үміттерін ұзартуы да біз айтқан жақсы нышанның көрінісі. Осындай басыр елдік, өрлетер бұйығы болмыс бітім, бала кездерінен бойларына бітіп сіңетіндіктен шығар. Топ бастаған ерлері ғана емес, қалың елде бала ақыттың тілеуін тілеуге көшкенді. Ораздының баласы 15-інде баспын дер, қазақ баласы 13-те отау иесі. Халық айтса қалып айтпайтындай. Адам бірінші мүшелін толтырғандақ өсіп, дамудың бекем бір белесін бітіріп, екіншісіне аяқ басатыны тәрізді. Бұл жерден ақ сол 13 жастағы бала ақытқа аяқ астынан Мәнжурия үкіметінің кесіміне жөнсіздігін айғақтап, бірінші билігін айтуға тура келді. Бұған себеп өзімен қатар құрбы Шұғайдың отбасындағы тосын жағдай. Оның әкесі Мұқайды мылтықпен атып өлтіруі. Мұқай жалғыз ұлы Шұғайды байқұстыққа ұшыратып, қорлап, қомыт-қомыт киіндіріп қана қоймай, оның шешесі әйелін үнемі өлімші етіп сабайды. Мұндай толассыз әділетсіздіктің бір күні осылай аяқталары анық. Енді осы әке өлімі үшін Шұғай дарға асылып өлтірілмекші. Қатары болғандықтан анда-санда бірге ойнап, шын жағдайды жақсы білетін. Шұғайға және оның шешесіне жаны ашып жүрген ақыт, өлімге, өгей, жауыз әке Мұқайдың өзі кінәлі екенін ұққандықтан, мылтықпен атып өлтіргенін мойындап тұрса да, Шұғайды арашалауға мәжбүр болды. Үйтпесе жазықсыз Шұғай мерт етілетіні күмәнсіз. Мұндай әділетсіздікке шыдамаған ақыт еріксіз батылдықпен «Рұқсат па?» деп атып тұрғанын өзі де байқамай қалды. «Не айтпақсың, балақай?» деді үкімет адамы сұрлана. Әлгінде үкімет заңы ақ нақақты айырат дедіңіздер. Ендеше ана тұрған Шұғайдың әкесін атқан қылмысы қалай анықталып отырғанын білгіміз келеді, деді сыңғырлаған ашық үнмен. Айғақшыда, айыптаушыда айыпкерлердің өздері. Олар өздері мойындап отыр деген үкімет адамы ақытқа қадала қарап. Кішкентай бала, сен бұл іске араласпа. Араласамын деп бұл қылмысқа өзің шатылып қалма, деп ескертті. Тұрған орнынан әлі отырмаған ақыт үкімет адамының мына сөзінен жасқанбады. Меніңше, бұл қылмыстың беті әлі анықталып ашылған жоқ. Айыпкер болған мына бала мылтықты атала ма? Атса қалай? Қайтып, қай жерді атты дегенді неге анықтамайсыздар? Мына сөз отырған топты және күбіге түскен арадай дуылдатып жіберді. 89 бет. Ақыттың күдік күмәнді осылай айғақтаған сөзіне амалсыз тоқтаған үкімет адамы бала Шұғайдың қолына оқтап мылтық ұстатты. Оның атпақ түгіл мылтықты ұстап та көрмегені байқалды. Шешесі баласы жазаланатынына шыдамай атып тұрып мылтықты қолына алып өз атқанымен нысанаға тимей айдалаға лақты. Шын ахуалды көзімен көріп тұрған үкімет адамы енді еріксіз, айғақ, жеткіліксіз екенін айтып, Шұғай мен оның шешесінің де еркіндікке шыққанын жариялады.
Осылайша ақыт әділеттілікке жеңіс еншілетіп, екі күдікті Шұғай мен оның анасында төніп тұрған ажалдан арашалап қалды. Әрине, бұған жиналған халық таң әрі қатты разы. Бұл жеңіс одан ары жалғасып, ақытты жаңа өмір бел биліктеріне шығара берді. Діни ілімін кеңейтіп, жуанған би көмегімен медресе ашып, халыққа білім шырағын жақты. Адамдық қырларын қозғап, тіршілік сырларын ашқан жаңа өлеңдер өрді. Жиһанша атты қиссасы қазаннан тасқа басылып, алғашқы кітап авторы атанды. Жәмилаға көңілі кетіп ақ үйленгенімен, ол жылға жетер-жетпестен ауру болып бала сүйе алмады. Содан ақыт кәмпитпен бас қосты. Ол қыздар өсірді, Үкіжанды алды. Бірақ бұғанда тоқтамай жер ортасы жасқа жеткенде жас сұлу Боқайға ғашықтықтың азап ләззатын бастан кешті. Боқайда егіде ақыттың өзіне қатты ғашық болған еді. Өзі мәшһүр молда, жолдан таймауға тиіс дін ғұламасы ақыт. Бұл сезіміне қанша тыйым салғысы келсе де, айыптаған айнала жұрт сөздерінен қанша аяқ тартса да, жүрек дертіне, сертіне шамасы келмеді. Өзге ем таппағандықтан жас сұлу Боқайды алып қашып үйленді. Бірақ тағдыр Боқай сұлумен де көп өмір қызығын кешуді жазбаған екен. Оны ерте жер қойнына тапсырып, махаббат күйігіне өртенді. Енді Боқай тыныштал, мекеніңе қондырдым, бауыры суық қара жер, қабырға салып тоңдырдым, мамырдағы жауқазын, маусымда құрғап солыдың, құмар көңіл талаптан, мен де шаршап болдырдым. Оның шаршағаны да рас шығар. Алайда жастай Алланың ақ жолына түсіп, көп пендешілік нәсіпті тыюды. Қандай жағдайда да қанағат пен сабырды, имандылықты насихаттаған ақыттың төмендегі жолдары маңдайға жазғанға, Құдай кесіміне қарсылықтай қайран қалдырады. Жан сүйер жардан айырылдым, қанатсыз құстай қайырылдым, ақылымнан адасып, бір Аллаға зар қылдым. Сен кеттің ойдан тазарып, мен қалдым артта азағып. Болмаса таста бір тұяқ, демедің маған бала күт. 309 беттер. Қазаныңда қазасы бар десек, мына өлім ақын адам ақыт үшін аса ауыр аза. Замандасы бір ақын досы Ахмет. Ылғида жамағат алдында Алланың бергеніне көп сүнбей, налымай тәубе деп қанағат ету керек. Алла жарылқаушы да, жазалаушы да деп уәж кеңес айтатын. Осының бәріне ақылы жететін ақыттың өз басына қайғы оралғанда, Құдайдың Боқайдан бала көрсетпегеніне неге налиды? Онсыз да ұрпақтар бар ғой деп ақытқа қатысты өмірдің бір шырмауын шеше алмаса, біз де оған қосыламыз. Өмірдің өзі осындай шырмау, пенде күтпейтіндей шытырман, күрделі қайшылықта. Ақыл ғана біліп жұмбақты шешіп тұрғанымен, қайран жүрек соған кейде келсе берер ме? Махаббат дерті, ажал серті қатты дерт. Серт болғанымен бір есептен тәтті дерт. Мәнді серт. Ажалға көн алмасаң да өмір сүруің керек. Әсіресе оқымысты, діни ғұлама, алаш ақыны болған адамға. Дүмшелер қаттайыптап, әуейлік,
нағыз шайтанның ісі деп кінәлап, көре алмағандар асып тасқандық алдына келді деп күстаналаса да, тілектес қалың жұрт, дос туғандар, елдің озық ойлылары ақытпен бірге қайғырып қазасына ортақтасты. Сондықтан ақын, абыз, азамат ақыт серпіліп, қайта атқа мінді. Енді ел қамын өлеңмен түгелдеп, ел мүддесін жырмен қорғауға кірісті. Өнерсіз ендігі жұрт жан сақтаған, алар деп қай жағынан жалтақтаған. Бір тәуір ат, бір торсық қымыз болса, мас болып біз жүреміз талтақтаған. Жер асты, аспан, сумен жүрді бәрі, жатырсың әлі ұйқыда жалпақ табан. Бұл заманның кедейін, босқа тамақ жедейін, өнер ғылым жоқ болса, солай демей не дейін, ішпей жемей тоқ болсаң, қарекет қыл демейін, аштан өлсең еңбексіз, қайтып сені көмейін. Абыз Абай айтқандай сөз түзелсе, қоғамның сипат сықпытын көрер көзді түзеліп. Соған қатысты адам баласы да алға басып, жақсы тіршілік кешері өмір заңдылығы. Мәселе бір ақын, азамат ақыттың түзелуімен, ақылға дана, халыққа пана болуымен шектелмей, оған қалған алаш азаматтары ілесіп, алдымен зиялылардың одан соң көптің түзелуіне тірелмей ме? Көп түзелсе, әрбір қазақ аты затына сай шын адам болса, жақсылық жасаса, еселі еңбек етсе, елге құт береке дарып, бейбітшілік үстемдік етіп, жерде жұмақ орнамайтын несі бар? Бірақ бұл үшін де өткенді ұмытпау, тарихтан таным, тағылым алу, берен бүгінді еркін ертеңге ұштастырар сабақтастық керек ақ. Осы тұрғыдан келгенде жас кейіпкеріміз ақыттың әрбір сөзі, жыры, ондаған жылдар бойы медреседе шәкірттер тәрбиелеуі, жұртқа жасаған қазылығы, қажылығы, әрбір ісі өміршең өнегелі екені, білім тәрбие көзі екендігі көңіл тоғайтады. Және бір маңызды мысал, мәселен, романның 412-413 беттеріндегі мына бір қам-қарекетке зер салайықшы. Ескі молалардың ішінде 100 жылқының қылын қосып былжымырлап салған жуанғанның күмбезімен, сандықшалаған өз әкесі үлімжі, ұл әкесі қарымсақтың қабірлерін көрген ақыт атынан түсті де, тізерлеп отыра қалған еді. Өзімен жолдастары бәрі ақытпен қатар отыра қалды. Ақыт аруақтарға бағыштап Құран оқып болғаннан кейін, бетін сәл құбылаға бұрды да, көп қабірден оңаша тұрған сыртын жел мүжіп, жер болып бара жатқан 4 бұрышты қабірге қарап, және бетін сипап алды да, өзімен қатар отырғандарға: «Мына қабір кімдікі екенін білесіңдер ме?» деді жай сөз қозғап. Отырғандардың бәрі де үнсіз бас шайқады. «Жарықтықтың қабірі тас сияқты қатық балыпты», деді оның сары керіш топырағын қолымен сипалай отырып. Сол кезде де 500 жылқының жал құйрық қылымен лай илеп сылаған десет деген ақыт кеңесін ат үстіне қонған соң қайта жалғастырып: «Ел көп айтатын Қарабай, Сарыбай бар емес пе?» деген ет қазақтың кәрісінен баласына дейін білетін қозы көрпеш баян сұлу жыры мұндағылардың бәрінің ойына орала қалды. «Я» деп басын шұлғысып ақытқа сұраулы қарасты. Сол марқұмдар заманында осы өңірде өмір сүрген делінеді. Әлгіндегі қабір Сарыбайдың қабірі екен.
қан тамған жері деп аттан жығылып қаза болған жеріне қойған деседі. Деген Ақыт сөзіне төңірегіндегілер тамсана жамырасып кетті. Ақау, аягөзді демеуші ме еді? Ауыл қарттары Сарекеңнің қабыры дейтін. Сол Сарекеңі Сарыбай екен де. Қайдан білейік? Сарекеңнің қабыры дегенге әйтеуір бір қазақтың қабыры екен деп жүруші едік. Сарыбай қарабайларда өз заманының қасқасы мен жайсаңы ғой. Бір ауыз дұғаларыңды арнап жүруді ұмытпаңдар. Деген Ақыт астындағы аттарының қай-қайыста алқынып, ырсылдап қалғанын байқап, кезеңге шығып атты демалдырайық. Осы кезеңді ел бес қайың дейді. Мұндағы бір топ қайыңды бұрынғылар қозы қайың дейді екен. Қозы көрпештің шаншып кеткен таяғынан өнген қайың болған соң солай аталса керек. Кейін бес қайың атаныпты. Деген Ақыт сөзіне жүргіншілер таңырқасып қалды. 412-413 беттер. Бүгінде өлілер ғана мекендеген осы бір қазақтың түзі, тарихтың ізі. Ақыттың лепесінде жан бар. Нәубет зұлматтарда есеңгіреп қалғанда жаңылысық болмаса, ел жады мықты. Мұндай пайымдауды ұмытпасам, қойшы қара салғары ұлы мақаласында ма бір жерде оқығаным есіме түсіп отыр. Әйгілі қозы көрпеш Баян сұлу махаббаты да, Сарыбай қарабайлардың бастан өткөрген машақаты да бір кездері қазақ даласындағы өмірде болған анық. Сонымен қалай дегенде де заманына қарай адамы қалыптасатынын бағамдасақ, әуелі Чин патшалығы, одан кейін Үрімжі әкімдігі, Шыңшысай, Гоминдаңның неше түрлі уақытша билеушілер басқан Өр-Алтай халқының ахуалы 1930 жылдарда қырық құбылған. Осыған орай Зуқа дүние салған соң Ақыт көңілінде алагеуім ойлар пайда болды. Әзіргі үкімет орны алман салық дегеннің түрін молайтып, араны ашылып бермегендерді түрменің түбінде шіретіп жатты. Осы бір тарылып бара жатқан қоғамдық жағыдай, зіл батпан қаратастай Ақыттың иығынан басып бір сергітпеді. Бір Ақыт емес, тұтас ел мына заманның жауар күндей түнеріп келіп бұзылатынынан алаңдап, бәрі ат көліктерін әзірлеп, аттан десе лап қоюға әзір отыратын дайындық деді. Дүниеден көшкен соң Зуқаны тентек, қарақшы санайтын бұл орта нағыз ұры мен қарақшыны енді көрді. Ауыл үйдің моншағын күндіз ұрлап, түнде тағатындар толығып, дүние тонаушылар молықса, әр жерде тайжы, өкірдай, зәңгі, залыңдыққа таласып алтыбақан алауыз болған қиян кескі орта, мал дауы, жер дауы, жесір дауы деген күн сайын үдеп, бұл ортада білгір де, білікті де, билік де көбейіп, өз арам yüздесуі қара халықты қан қақсатты. 386 бет. Мұндай жағдайда қазағының қамын ойлайтын ел ағалары қамданбай тыныш жаталар ма? Ақытта заман райын таразылап, халыққа білген үгітін айтып, сенген үмітін жеткізумен болды. Тұрмысты жақсартып, адалдық туын көтер алмаған, елді жақсы басқара алмаған үкіметтің әлбетте кінәні өзінен көрмей, халыққа қуғын сүргінді күшейтері мәлім. Сондай бір жазалау құрығына Ақыт та ілікті. Түрме қабырғасы, неше түрлі жаза азабы, толассыз сұрақ жауап, жасамаған қылмысын мойынға қоюға тырысу. Бұларға шындық Ақыттың іс жүзінде де имандылықты дәріптеп, пенделердің оянып оқу білімге ынтығуын көздеуі керек еместін. Сондықтан да алашақ сақалы Ақыт ғұламаның батылдана, біздің халқымызда түбінде азаттығын алады. Бас еркіндігі болып, ұрпағы ғылым білім арқылы жауларын жеңет деуі,
кәміл иман сенімі де өмірден бәз кешерінде айтқан жалғыз соңғы сөзі де еді. Романдағы басты кейіпкерімізге қатысты басқа да оқшау оқиғаларды, елдік озық ғұрып, оңды қылықтарды, айрықша жақсылық, өзіндік ерекшеліктерді түгендеп елеп ескере берсек, онда шығармадағы суреттелген заман, өмір шындығына ортақ маңызды тарихи халықтық сыр, келешегімізге тағылымдық тірек болар ұлттық рух сипаттарды қалдырмай қамтып, қысқада нұсқа талдауға жете алмай қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да жинақтай толғағанда бұл кесек те келелі туындыдан тапқан табар бірінші қазынамыз. Өр Алтайдың тұмсада таңғажайып табиғатының көріністері. Қытымыр қысы мен жазы, тал аршасы мен аққу қазы. Қайырты өзені бойы мен Қара ертіс дариясының ойы, таң нұры мен жаңбыры, көрі мен төрі дер едік. Сәл әттеген айы осы жаратылыстың талай ретте сараң да тараң алға тартылатыны. Сөйтсе де біз пәниде аяғымыз тимеген, ақыт туған кіндік кесіп кірін жуған көктоғай аумағын көзбен көріп, баяу ағып жатқан ертісті жағалап, Сарсүмбе мекенін сағалап, Өр Алтайды аралағандай әсер сезімде болғанымызды жасырғымыз келмейді. Романдағы ендігі екінші және ең басты қазынамыз, әрине, басты кейіпкер адам. Ақын, азамат Ақыт Өлімжіұлының шынында да сәтті сомдалған кесек те көркем келбеті. Шынайы бедерленген жарқын да жарық бейнесі. Бала болса да ерек те зерек Ақыт бар. Ержетіп есеюіне байланысты ақылы толысқан, ойлы, бойлы, діни білім қордалап әулетіне болысқан жігіт Ақыт бар. Бұдан да өсіп білік жинап, отбасы ошақ қасынан асып, артылып қалың керейге дана болған. Шағын отанына, Өр Алтай қазақтарына құбылған қауым, сан өзгерген қоғам сынақтарын бастан өткөріп, әділдік іздеген адамдарды көп жағдайда теңдікке жеткеріп, бас көз пана болған, үміт күткен халқына бас сөз аға болған Ақыт бар. Бұған қоса адамдық бітім болымыстары жеткілікті мүсінделіп, мінез құлық, характерлер ашылған, көбінен жақсылық шуағы шашылған, ал кейбіреуінен күйкі пендешілік, қызғанышты қараулық, қазаққа деген қарсылық, қастандық қыры және ашылған алуан адамдармен қауышамыз. Және бұлардың дені әдебиеттік шығармадағыдай сендіріп сол 1870 жылдан 1930 жылдардағы Өр Алтай қазақтары бастан кешкен аяулыда аласапыран өмірдегідей. Оқып отырған сені илантып қобалжытады, қуантып өкіндіреді. Иә, аталған 19 ғасырдың соңғы ширегі мен 20 ғасырдың бастапқы 30-40 жылы біздің халқымыз үшін қандай ауыр кезең болған. Бұған роман ауқымында ғана қарастырсақ, бірде босаң тартып, бірде бұлғаққа ұшыратқан Қытай империясының қыспағы, бірде киіз, бірде мүйіз болған Моңғол ноқтасы, басты құныкер десек те, бәрібір көп кінә, кесапат, үш елге бөлінген қандастарымыздың бастарында билік, өздерінде тізгін болмағандықтан әлеуметтік даму, ұлттық өркендеуде артта қалғандығында. Осыдан туындар білімсіз бейғамдығы, аңғалдығы, біліксіз надандығында. Әрине осы надандықтан басқалармен тең қылар бірліктің жоқтығы. Көрші ол тұлыстардан кем қылар көңілдің тоқтығы үстемдік алады.
Ал бұл қоғамдық замандық кедергі кесапаттан тек ұлт қамын жеп, түгелдір зиялы қауым өкілдері, көсемдері мен кемеңгерлері ғана құтқарады. Осы тұрғыдан келсек, автор Баяхмет Жұмабайұлы бас кейіпкерінің қалыптасу стихасын, өсу диалектикасын даму үстінде нанымды да нәрлі жеткізіп, халқымызға күллі қазақ әдебиетінде өз орнын иеленер адам, азамат, абыз, ақыт, өлімші ұлының өзіндік бейне толыққанды тұлғасын ұсына алғаны сүйіндіреді. Бұдан бөлек парасатты рубасы жуанған бей, Қытай қазақтарының келешек көтерілісінің қолбасшысы болған, романда қайтпас қайсарлығымен, көп мүддесін, кең ойлар арынды батырлығымен көзге түскен Қара Оспан. Кеудесін үстем билік иелері жуандар мен уаңдарға да бастырмас бөстек сал. Көпшілік кедейге әрқашан қарайласқан қамқор, алдына пана сұрап кім барса да қорған, барымташы және батыр Зуқа. Айлакер Қытай билігінің өкілі зұлым Шаған Кеген. Қазақ елі бірлігі, бас еркі үшін тәуекел еткен Шәріпқан төрі, Ақыттың анасы Жібек, ерте көз жұмған ерекше сұлу Боқай, кер баққан Кесір Мырзақ, жұртқа өнеге көрсетіп, саясын түсірген тағысын тағылар шоң шығарма шырайын ашып, көркемдік таразысын басып, адам өмірінің күрделіде көсегелі екенін көрсете түсері қанағат туғызады. Десек те автор шоң шығармасын және бір қарап, кетіп қалған ұсақ түйек кем-кетіктерден тазартса, жалпы сюжеттік желісін, көркемдік кеңісін бір екшеп-текшеп түзетсе, оның қомыт-қомыт, олпы-солпы киім киген шұғайдай болып қалмай, Алла тағаланың өзі қарасқан, асыл киімі жарасқан жібек ару анадай жарқырап, ажарлана түсері дәлелділемейді. Жалпы алдағы уақытта бұл роман біздің еліміздегі Мәскеудің атақты адамдардың өмірі сериясынан үлгі алып, кейінгі уақытта қалыптасып, көптеген ғұмыр баяндық деректі шығармалар шығарып үлгерген төл сериямыз өнегелі өмір аясында шығарылса да жөн екенін атап айтқымыз келеді. Авторы Бақыт Сарыбалаұлы. Оқыған Болатхан Дәлелбек.